Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын ерекше тюльпан самса дайындаймыз. Маралмен бірге болып, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен песочный қамыр дайындаймыз. Електен өткізілген ұнымызға мұздай морозилктен шыққан сары май не болмаса маргаринімізді үкіштің ең ірі тісінен осылай өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Сонан соң тұзымызды, қопсытқышымызды және де қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, песочный қамырымызды илеуге кірісеміз. Қасықпен араластыру ыңғайсыз болғандықтан ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Песочный тесто қолдың жылуын ұнатпайды, сол себепті тезірек илегендеріңіз дұрыс. Осындай жұмсақ әдемі қамыр шығады. Енді осы қамырымызды осындай майда бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген қамырдың барлығын осылай қолымызбен дөңгелектеп шығамыз. Менде 20 қамыр шықты. Барлығын тарелкамызға салып, бетін пищевой пленкамен орап, 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындаймыз. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды, кубик етіп туралған картоплымызды, орегано дәмдеу үшін тұз және қарабұрыш сеуіп, барлығын жақсылап араластырып, салмамызды дайындап бір шетке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды осылай жайып шығамыз домалақ етіп, және де дәл видеодағыдай бір шетін кесеміз, және де салмамыз салып, дәл видеодағыдай орап, астыңғы жағын жапсырамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, араластырып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз, және кунжутты осылай қалауыңыз бойынша сеуіп шықсаңыздар болады. Сіздерге түсінікті болу үшін барлығын тағы да бір рет көрсетейін. Самсамыздың барлығын дайындап болған соң, қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын болды, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер.